Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Дәл осындай дастарханыңыздың сәнін келтіретін самса сіздің жаңа жылдық дастарханда міндетті түрде тұру керек. Үгітілмелі қамырдан дайын болған самсаның рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Осылай болып шығу керек. Артынан қаймақ, жұмыртқа және де шым-шым тұз қосамыз. Үлкен жұмыртқа болса біреу жарайды, кішкентай болса 2 жұмыртқа қосыңыздар. Міне осындай жұмсақ қамыр елеп 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Салмасына тартылған ет, тұз, бұрыш және де су құйып, біркелкі массаға айналдырамыз. Сочный күшті болып шығады. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөліңіздер. Өте үлкен емес, өте кішкентай емес бөліңіздер. Сонда әдемі көрінетін болады самсаларыңыз. Дәл видеодағыдай самсаны бүгеміз. Каналымда түрлі таңғы ас, кешкі астардың рецептісі бар, тәттілердің рецептісі бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Шыққан видеомды алғашқы болып көру үшін. Міне осылай дайындап, жақсылап түйіп аламыз. Ешқандай ашылып та кетпейді, шығып та кетпейді қыздар. Уайымдамаңыздар. Осымен дайын, қалғандардың барлығында дәл осы видеодағы көрсетілгендей жасап шығыңыздар. Әдемі форма болады. Ең бір жақсысы айтайын ба сіздерге, қатпарлы қамыр уақытты көп алады ғой, сондай асығыс кезде тез әрі оңай жасалатын самсаға. Өйткені қатпарлы қамырды жасаудың өзі біршама уақыт алады. Тез әрі оңай осы самсаны жасап берсеңіздер, дәмді әрі ерекше болып шығады. Барлығының бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, үстінен күнжіт немесе мак сеуіп, 180 градуста жарты сағаттай қызарғанша ұстайсыздар. Сонымен дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен Гүлдана. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір жазып, лайк басып кетіңіз. Келесі кездескенше.